Жамбыл облысы Сарысу ауданының Жарылқасын Отарбаев орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Жұмадилова Қанат Қаратаевна. Бірінші сынып сауат ашу пәні. Сабақтың тақырыбы «Сәлем саған мектебім» сөйлеу. Сабақтың мақсаты тыңдау барысында тілдік бірліктерді ажырату, тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну. Берілген сюжетті сурет бойынша шағын әңгіме құрап айту. Сөз сөйлем сызбасын оқу. Түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолдана білу. Жазу жолын, жол аралық кеңістікті, жолдың жоғарғы және төменгі сызығын сақтап, әріп элементтерін каллиграфиялық талаптарға сай жазу. Кел танысайық ойыны. Шеңберде тұрған оқушылар бір-біріне жақсы тілек айтып, гүл ұсынады. Өзара танысу барысында жауап беретін сұрақтар. Сәлеметсің бе? Сенің атың кім? Сен неше жастасың? Саған қандай ойындар ұнайды? Сенің сүйікті ойыншығың? Танысқаныма қуаныштымын. Біздің бүгінгі сабағымыз мектеп білім күніне байланысты болады. Бүгін сендер тыңдау, көру барысында сөйлеу және сөз арқылы сөйлем құрауды үйренетін боласыңдар. Сөйлеу тек адамға ғана тән қасиет, ал жануарлар мен құстар тек дыбыстау арқылы ғана бір-біріне хабар береді. Есіңде сақта, сөйлеу біреумен әңгімелескенде, сұрақ жауап алғанда жүзеге асады. Тіл мен сөйлеу бір-бірімен тығыз байланыста болады. Тіл сөйлеусіз, сөйлеу тілсіз жүзеге аспайды. Балалар, адамдар арасындағы қарым-қатынас сөйлеу арқылы болатынын білдік. Ал балалар, біз бір-бірімізбен қарым-қатынас жасау үшін біздің дене мүшелеріміздің атқаратын қызметі туралы айтайық. Құлақ арқылы тыңдаймыз, тіл арқылы сөйлейміз, көз арқылы көреміз, оқимыз, қол арқылы жазамыз. Мінеки балалар, біздің дене мүшелеріміздің сөйлеу әрекетіне қатысты екендігін анықтадық. Балалар, сауат ашу пәнінің кейіпкерлері Әли мен Мерей бізге үнемі көмектесіп, бағыт беріп отырады. Әли мен Мерейдің тапсырмаларына назар аударайық. Сәлеметсің бе, Әли? Сәлеметсің бе, Мерей? Бүгін қандай күн? Бүгін білім күні. Біз қайда келдік? Біз мектепке келдік. Бізді кім қарсы алды? Бізді ұстаз қарсы алды. Біз енді оқушы болдық. Міне балалар, біз сөйлеудің екі немесе одан да көп адамдардың қарым-қатынасы екендігіне көз жеткіздік. Жарайсыңдар. Балалар, енді берілген суретке қарап, сызба бойынша сөйлем құрап үйренейік. Бірінші сызбадағы сөйлем екі сөзден тұрады. Сөйлемнің соңына тыныс белгісі қойылады. Мынау мектеп. Екінші сызбадағы сөйлем үш сөзден тұрады. Мен мектепке келдім. Тамаша. Сонымен балалар, сөйлемнің жеке сөздерден тұратындығын, сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен жазылып, сөйлемнің соңына тыныс белгісі қойылатынын, сөйлем аяқталған ойды білдіретінін түсіндіңдер. Балалар, суреттен не көріп тұрғандарыңды айтыңдаршы. Бүгін қандай күн? Балалар қайда келді? Оларды кім қарсы алды? Бұл күн сенің өміріңе қандай өзгеріс әкелді деп ойлайсың? Тапсырма.
Оқулықта берілген сызба үлгілеріне мұқият қара. Сөйлемнің жеке сөздерден тұратындығын, сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен жазылып, сөйлемнен кейін тыныс белгісі қойылатынын есіне сақта. Берілген сөйлемдерді сызбамен жазамыз. Екінші тапсырмада оқулықта берілген сюжетті суретке сүйеніп, сызба арқылы өздерің туралы мәтін құрастырыңдар. Түрлі жағдаяттарда этикет сөздерін қолданыңдар. Мәтіндегі сөйлемдер сызба үлгісіне сай болсын. Үшінші тапсырмада оқулықта берілген сызба үлгілеріне назар аудару. Сөйлемнің жеке сөздерден тұратындығы. Сөйлемнің бірінші сөзі бас әріппен жазылып, сөйлемнен кейін тыныс белгісі қойылатынына баса назар аударуымыз керек. Сирікту сәті. Сәйкес қимылдар арқылы сирікту сәтін жасайық. 1, 2, 3 жинау алдық күш. 4, 5, 6 біз жазамыз мықты. Дәптерімізді ашайық, көрсетілген үлгіге әдем етіп жазайық. Келесі 4-ші тапсырмамызда тақтамен және дәптермен жұмыс жасаймыз. Бала қолының ұсақ бұлшық еттерін дамыту, бояу, сурет салу, түрлі бағытта сызықтар жүргізу, сұлбасын салу, элементтерді жазу үшін төменде берілген жазуға даярлаймыз. Дәптер бетіндегі суреттерді бояу, әртүрлі сызықтар сызу, заттарды сызықтар арқылы қосу, үзік сызықтарды бастырып жүргізу, әртүрлі сызықтар, ою-өрнек, таңбалар салу, дәптер бетіндегі кеңістікті бағдарлау, жазу жолдарымен таныстыру, әріп элементтерімен таныстыру, оларды жазуға үйретеміз. Бала дәптерімізді ашып, дәптерде берілген суреттерді қара қаламмен бастырып, түрлі түсті карандашпен бояймыз. Бүгінгі сабағымызда менің сөзім әдісі бойынша кері байланыс аламыз. Сыныпта бір оқушы тұрып, сабақтан бүгінгі үйренгендерін айтады. Айтып болған соң, басқа бір оқушының атын атайды. Сөзді сол оқушы жалғастырып, сабаққа рефлексия жасайды. Барлық оқушы сабақты қорытындылауға осы ретпен қатысады. Назарларыңа рахмет.